Соңғы ханы Жошы ханның ұрпағы атақты Абылай ханның немересі Кенесары Қасымұлының туғанына 220 жыл толды. Ол қазақтың 300-нің ұлы ханы 1841-1847 жыл аралығындағы батыр, көрнекті мемлекет қайраткері 1837-1847 жылдардағы Кенесары бастаған ұлт азаттық қозғалыс қазақтардың отаршылдыққа қарсы бағытталған жаппай бұқаралық және ұзаққа созылған көтерілістерінің бірі. Оны патша үкіметі де жеңе алмады. Кенесары хан қапыда қаза тапқан соң, қазақ хандығы да жойылды. Хан кене аз уақытқа болса да, барлық 300-ді біріктіріп, хандықты, яғни қазақтың мемлекеттігін қалпына келтіре алды. Көптеген зерттеушілер елдің аумақтық тұтастығын қалпына келтірудегі Кенесарының ерекше рөлін атап өтті. Оған патша әкімшілігінің өкілдері де құрметпен қарап, оны қазақ даласының Митридаты ержүрек батыр деп атаған. Кенесары Қасымұлының ұлағатты өмірі, жанқиярлық ерлігі, елге адал қызмет үлгісінде қазақ батырларының бірнеше ұрпағы 20 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалыс көшбасшыларын тәрбиеледі. Қазіргі уақытта Кенесары ханның бас сүйегі мен оның мылтығы Мәскеуде этнографиялық мұражайда уақытша сақтауда тұр. 2021 жылғы географиялық қоғам ұйымдастырып, Қазақстаннан арнайы барған комиссия және мамандар ұлы ханның бас сүйегі мен мылтығын сәйкестендіру жұмыстарымен айналысты. Тарихи, антропологиялық, мұражайлық және мұрағаттық зерттеулер кешенінің қорытындысында мылтықтың ханға 100% тиесілі екені, ал бас сүйек Кенесары ханның бас сүйегі екені сәйкестік 90%-дан жоғары екендігі айтылды, анықталды. Құрметті Әлихан Асханұлы, Кенесары ханның туғанына 220 жыл және ұлы ханымыз бастаған көтеріліске 185 жыл толуын, мұның ұлттық тарихтағы маңызды орнын ескере отырып, сонымен қатар әділетті Қазақстанда тарихи әділдікті қалпына келтіру мақсатында сізден Кенесары ханның бас сүйегі мен мылтығын Ресейден Қазақстанға қайтару мәселесіне қолдау көрсетуіңізді сұраймын. Қан сүйегін Астанадағы ұлттық пантеонда жерлеуді, ал мылтықты ұлттық мұражайға тапсыруды ұсынамын. Бұл шара ел рухының асқақтауына, отаншылдықтың күшеюіне және ел астанасындағы туризмнің дамуына ықпал етері сөзсіз.